Сәлем достар, сіздермен Назерке Нұрсұлтанқызы. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біз бүгін талқаннан жент жасайтын боламыз. Достар, видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: талқан, сары май, кез келген түрі жарай береді, сахарная пудра немесе қант және сгущенное молоко. Қалбырдағы сгущенка да жарай береді. Ең алдымен біз талқанымызға сары майымызды қосып, біркелкі болғанша әбден араластырып аламыз. Сары майды көп қосудың қажеті жоқ, өйткені жүрекке тиіп кетуі мүмкін. Сахарная пудрадан мен 1,5 ас қасық қостым. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, көбірек қоссаңыз болады. Аз болғанын қаласаңыз, 1 қасық қана қоссаңыз болады. Әбден араластырып алғаннан кейін оған сгущенное молокомызды қосатын боламыз. Мен бастапқыда 4 ас қасық сгущенное молоко қосып араластырдым. Араластыру барысында талқанымыздың басы бірігуі керек. Егер басы бірікпей тұрса, яғни қалыпқа салғанда бірігетіндей болмай тұрса, оған қосымша сгущенное молоко қосамыз. Май қоспаңыздар, майы уже көйіп кетеді. Сгущенное молоконы қосып, қамыр илегендей салмақпен талқанды илейтін боламыз. Яғни формаға салғанда ол бір қалыпта тұруы керек. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей, қалыпқа салғанда немесе қолмен жасағанда өз формасын жоғалтпайтындай масса пайда болды. Осылайша қолымызбен құрт жасағандай немесе домалақтап төртбұрышта форма жасасақ болады. Или болмаса өзінің арнайы формалары бар ғой, сондай формаға салып қойсаңыздар болады. Дәл осы жасалу жолымен тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Бірден дайын болады, шайға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар.